Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай әрі жылдам жасалатын күріш қосылған тефтелиді бірге әзірлейтін боламыз. Өте дәмді болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен бізге тартылған ет қажет. Үстіне жақсылап жуып тазартылған күрішімізді салып аламыз. Және де дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және қара бұрыш саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығы жақсылап араласуы қажет, яғни бізге дәмі кіріп, тұзы бәрі сіңу үшін асықпай жақсылап араластырып алғандарыңыз дұрыс. Мінекей бізде осындай начинкамыз дайын болды. Енді осы начинкамызды қолымызбен алып, барлығын домалақтайтын боламыз. Шамамен көз мөлшерімен жасап алдым. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Барлығын асықпай қолымызбен домалақтап алатын боламыз. Достар, менің каналымда түрлі рецепттер бар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және алдағы уақытта көптеген алуан түрлі рецепттерді ұсынатын боламын. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар, өте қуанышты боламын. Мінекей барлығын осылай домалақтап шариктар жасап алдық. Енді алдын ала қыздырылған табамызға майымызды құйып аламыз. Үстіне туралған пиязды саламыз. Осылай ұсақтап, майдалап турап алыңыздар. Жақсылап араластырып, кішкене 1-2 минуттай қуырамыз. Содан соң сарымсақты салып, тағы да қуыратын боламыз. Бізге сарымсақ ерекше дәм беретін болады. Енді үстіне томат пастасын саламыз. Және де үккіштен өткізілген сәбізімізді салатын боламыз. Дәміне қарай осы кезде тұзымызды және приправамызды қосып аламыз. Барлығын жақсылап, асықпай қуырып алатын боламыз. Енді жаңағы дайын болған шариктерімізді осы подливтің үстіне жақсылап орналастырып шығатын боламыз. Барлығын жақсылап орналастырамыз. Дәл осылай жасап, морозильникте сақтасаңыздар да болады. Енді екі бетін жақсылап қуырып алатын боламыз. Арғы бетін аударып, үстіне суымызды құйып аламыз. Тұзы кем болса, кішкене тұздарыңызды салып, және лавр жапырағын қоссаңыздар, ерекше дәм беретін болады. Бетін жауып, баяу отта осылай қайнататын боламыз. Асықпай бір 20 минуттай қайнатамыз. Біздің тефтелилеріміз дайын болды. Өте дәмді болады. Кез келген гарнирмен жасап ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай және дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар.